Сәлеметсіңдер ме балалар? Бұл 3-ші сынып қазақ тілі сабағы. Сабақты бастамас бұрын менің арнама тіркеліп, лүпіл және қоңырау басуды ұмытпаңдар. Күнделікті сабақтарды бірге орындайық. Бүгін балалар 41-ші сабақ. Хронологиялық даталардың көмегімен өмір баянымды жазамын. Түбір сөз және туынды сөз. 15-ші жаттығу. Мәтінді рөлге бөліп оқы. Атасы Бекжанның білуге деген құштарлығына ерекше ден қояды. Ылғи жөн сілтеп отырады да жиі пысықтайды. Бекжан, сен кімнің баласысың? Атамның баласымын. Өзің кімсің? Қазақпын. Қайда тудың? Алматы қаласында. Сен қай тілде сөйлейсің? Қазақ тілінде сөйлеймін. Отаныңды білесің бе? Білемін. Менің отаным Қазақстан. Ер жеткенде отаныңа қызмет етесің бе? Барлық күш-жігерімді отаныма арнаймын. Енді балалар мәтін мазмұнына байланысты сұрақтарға жауап беріп көрейік. Мәтін арқылы Бекжанның өмір баянын біле алдың ба? Мәтін арқылы балалар Бекжанның өмір баянын толық біле алмадық, Келесі Бекжанның өмір баянын білу үшін сендер қандай сұрақ қояр едіңдер? Алдымен балалар сұрақ қою үшін төмендегі ақпаратпен таныс. Өмір баян дегеніміз адамдардың өмірі туралы әңгіме. Өмір баян адамның туған жылы, айы, күнінен басталады. Одан кейін тұрған мекен-жайы, отбасында қанша адам тұратыны туралы баяндалады. Қазір балалар біз осыған байланысты сұрақтар қояды екенбіз, балалар? Ата, ататай, қазақ, қазақша сөздерін салыстыр. Олардың мағынасындағы өзгерісті байқа. Ал балалар, енді біз сұрақ қойып көрейік. Бірінші сұрақ, яғни өмір баянға байланысты сұрақтар қоямыз. Бірінші сұрақ, туған күнің, айың, жылың қандай? Екінші сұрақ, тұрғылықты мекен жайың қандай? Үшінші сұрақ, отбасыңда неше адам бар? Төртінші сұрақ, қай мектепке барасың? Мен осындай сұрақтар қойдым, балалар. Келесі бізге ата, ататай, қазақ, қазақша сөздеріндегі ата, қазақ сөздері түбір сөздер екен. Тай және ша бұл сұрақ жалғану арқылы жасалған сөздер, туынды сөздер. Келесі бізде өз өмір баяныңды жаз дейді, балалар. Мұнда мен өз нұсқамды жаздым. Сендер осы өмір баянға қарап, өз өмір баяндарыңды жазсаңдар болады екен, өмір баян. Мен Нұрқат қызы Айсәуле 2015 жылдың 17 сәуірде Шымкент қаласында дүниеге келдім. Ұлтым қазақ. Мен Шымкент қаласындағы жекеменшік Сұңқар мектеп гимназиясының 3-ші сыныбында оқимын. Отбасында әкем, анам, мен, інім және сіңлім бар. Мен өз отбасымды жақсы көремін. Келесі, туған туысқандарыңды қалай жақсы көресің? Сезіміңді қалай білдіресің? Ишара арқылы көрсет дейді. Балалар, мысалы, туған туысқандарымыз біз қалай жақсы көреміз? Құшақтап, бетінен сүю сияқты, балалар. Келесі 16-шы жаттығу. Суретте берілген жануарлардың атын пайдалану арқылы мәтінді толықтырып жаз. Халықтың жыл санау есебінде 12 жыл аты бар. Қазақша жыл санау бойынша жылдар былай аталады. Яғни балалар, мұнда хайуанаттарының атын жаза отырып, біз мәтінді толықтырады екенбіз. Тышқанның қалай жыл басы болғанын есіңе түсір. Балалар, мұнда аңыз ертегі бар, осы хайуанаттар, яғни 12 жыл туралы бізде аңыз ертегі бар. Онда тышқан өзінің айлакерлігімен жыл басы болды, балалар, яғни түйенің өркешіне шығып кетіп. Келесі, қарамен берілген сөздерге назар аудар, олардың түбірін тап. 16-шы жаттығу бойынша балаларына хайуанаттарының атын жаза отырып, мәтінді толықтырайық. Халықтың жыл санау есебінде 12 жыл аты бар. Қазақша жыл санау бойынша жылдар былай аталады. Тышқан, сиыр, барыс, қоян, ұлу, жылан, жылқы, қой, мешін, тауық, ит, доңыз. Мұнда балалар халықтың, қазақша яғни қарамен берілген сөздердің түбірін және жалғау жұрнағын анықтауымыз керек екен. Халықтың дегенде халық түбірі, тың жалғау екен. Қазақша яғни қазақ түбірі, ша жұрнақ екен.
Шығармашылық үзіліс 17-ші жаттығу ойлан тап. Бір үлкен кісі сұраған соң жасымды айтып едім. Қозы жасында екенсің ғой деді. Түсінбесем де қайта сұрауға ұялдым. Қозы жасы деген нені білдіреді? Сұрақтың жауабын сөздіктен біліп ал. Ал балалар 17-ші жаттығу бойынша сұрақтың жауабын сөздіктен біліп алдық. Дәптерлеріңе жазып ала қойыңдар. Қозы жасы ұл бала 10 жасқа толған соң оған қозы бақтырған. Сондықтан осы жасты қозы жасы деп атаған. Бұл еңбекке баулудың алғашқы басқышы. Бала еңбектің қиындығын көріп, дәмін татқан. Осымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.